Сәлеметсіздер ме оқушылар, каналға жазылып қойыңыздар. Математика 125 сабақ. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Қазақстанның балалар жазушылары. Оқушылар, оқулықтың 96-97 беттен ашамыз, бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектерді есептейміз, жауаптарын сәйкестендіреміз. Сонда біз жазушының шығармаларымен таныс боламыз. Бірінші Мұзафар Әлімбаев, ол ақын, әдебиеттанушы, аудармашы және балалар жазушысы. Оның шығармалары Құстардың тойында, Біліп қой балақай, Мұхит ойды кешіп көр, Тылсым жұмбақ шешіп көр. Екінші жазушы Ермек Өтетілеуұлы. Ол ақын, аудармашы, балалар жазушысы. Оның шығармалары Баластан, Әйбат әліппе және жануарлар спортшылар. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектер бойынша есеп құрастыру керек. Біз балалар мынадай есеп құрастырдық. 10 наурыз күні жарыс өтті. Жарысқа қала мектептерінен 15 оқушыдан 3 топ және ауыл мектептерінен 23 оқушыдан 4 топ келді. Жарысқа барлығы қанша оқушы келді? Сонда біз мына жерде А нұсқасына қарап есеп шығардық. Барлығы 137 оқушы қатысты. Келесі есеп номер 3 есеп. Біз өрнектерді құрастырып, оны жаздық және мәнін таптық. Мысалы, асы 202 және 4 сандардың көбейтіндісін 2 есе кеміт. Әуелі жақшаға 202 мен 4-тің көбейтіндісін есептеп аламыз. Содан соң 2-ге бөлеміз. Олай болса, келесі мәтін есеп 4-ші есепке қарайық. Асы дүкенде аудио кітаптар жазылған 90 диск пен балалар әндері жазылған 65 диск 5 сөреге тең бөлініп қойылды. Әр сөреге неше дискіден қойылды? Бірінші біз барлық дискінің санын анықтап аламыз. Ол үшін жақшаға қосып алдық және оны 5 сөреге тең бөлдік. Бұл жерде бөлу амалын қолдандық. Сонда жауабы әр сөреге 31 дискіден қойылды. Келесі әсі. Дүкенде 3 сөренің әр қайсысына балалар фильмдер жазылған 16 диск және 3 сөренің әр қайсысына аудио кітаптар жазылған 14 диск қойылды. Сөрелерде барлығы қанша диск бар? Біз балалар әуелі дисктердің санын анықтап алайық. Мысалы, балалар фильмдер жазылған 16 диск және аудио кітап жазылған 14 диск. Екеуін қосып аламыз. Және соны 3-ге көбейтеміз. Өйткені бір сөреде 30 диск болса, 3 сөреде барлығы 90 диск бар. 5-ші тапсырмада есептейміз. Әуелі жақшаны, жақшадан соң келесі амалды орындаймыз. Енді 7-ші есепке қарайық. Балабақшаға сыйлау үшін әр топқа 5 ертегі, 7 жануарлар туралы кітап және 20 бетперде сатып алынды. Бұл оқушылар тек бір топқа алынатын сыйлықты айтып отыр бізге. 5 ертегі, 7 жануар туралы кітап және 20 бетперде деп. Ал бізде балалар есепте 9 топқа қанша сыйлық сатып алатынын сұраптыр. Егер бір топқа біз 32 сыйлық сатып алатын болсақ, 9 топқа 288 сыйлық сатып аламыз. Келесі оқушылар, ең соңғы 8-ші тапсырмада бізге сызба берген. Сызба бойынша өзіміз есеп құрастырамыз. Мұнда балалар бізге бағасы белгілі, құны белгілі, санын табу керек. Санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Сонда 2 қуыршақ және 3 мәшине ойыншық сатып алды. Барлығы 5 ойыншық сатып алды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыз балалар.